Сәлем баршаңызға. Мынау менде аглонемалар. Мен оқырмандарым білет, алдында мен қай гүлді қалай сататын жайлы толық ақпарат айтып отырам деп айтылған болатын. Әрине күтіммен де бөлісіп отырам. Яғни парақшамды байқасаңыздар, 1-2 видео кесіп көбейту жайлы нәтижесімен көрсетіп жатырмын да, тамырлаған нәтижесімен. Ал кейбір видеоларымды гүлдерімнің күтімімен салып жатырмын. Сосын қалай сату жайлы фишкаларын, яғни өзімнің қолданып жүргенімді гүлмен бизнес деп жазып қойып, номер 1, номер 2 деп жазып қойып шығарып жүрмін. Ал бүгінгі тақырып аглонеманың күтімі жайлы айтылады, және көбейтілу жолы айтылады. Және мынау менде бір аглонеманың жапырағы сарғайды. Бұл неліктен сарғайды, сол жайлы толық айтамын. Мына видеоны до конца көріп отырыңыздар. До конца көріп отырсаңыздар, мен ең соңғы жағында бұл гүлдерді қалай сатамын, сол жайлы айтып өтем. Яғни бұл аглонемаларды сату үшін, отростка алу үшін көп ұзақ уақыт, 1 жылдай кетеді. Сондықтан қай гүлді қалай сататынымды жайлы айтам, және мынаның сарғаю себебін айтам. Бірінші күтімі жайлы жалпы айтып өтейін. Жалпы аглонемалар өте әдемі гүлдердің қатарынан, многолетник дейміз, яғни көп жылдық гүлдердің қатарынан, және өзінің жапырағымен әдемі болады. Яғни жапырақтары ерекше болып келеді. Су шаша беруге болады. Гүлдейді, ақ гүл ашады, мынандай женский счастье сияқты, доллардың гүлі сияқты. Бірақ гүлі әдемі емес деп кейбіреу кесіп тастап жатады. Мен кеспеймін. Егер гүліңіздің күтімі дұрыс болса, ол кесудің де қажет жоқ. Ал менде мынау аглонема Silverway деген сорты. Яғни бұның жапырақтары мынандай жалпақ болады, алақаннан үлкен болады, кейде жақсы өсіп жатса. Бұның бойы 1 метрден асып, биік болып кете беретін гүлдермен қатар. Гигант. Бұл жарық жерді жақсы көреді, суды қатты шөлдетіп қимаймыз. Қатты шөлдетсеңіздер, мына жапырақтарын сарғайтып астынан солай жасап жібереді. Сосын тіке күннің көзіне қоймаймыз, мынандай ожог дейміз, күн көзінен күйдіріп жапырақтарында сарыдақ, қарадақтар қалып кетеді. Суды көп қимаймыз. Суды көп қисаңыздар да жапырақтары сарғайып, қарайып бастайды. Сондықтан топырағыңыз жеңіл болып, топырағыңызды беткі жағын құрғатып барып құйған дұрыс. Қатты шылқытып су құймаймыз. Аглонемалардың барлығы сондай күтімі. Енді қатты шөлдетіп алуға да болмайды. Сол бір мынандай ағаштық қойсаңыздар, мен осылай ағаштық қоям. Яғни мына аглонеманың сорты су ішкен болатын. Міне қараңыздар, сулы болып тұрса, міне осындай сулы болып тұрса, значит су құймаймыз. Ал құрғақ болып шықса, мына ағаштың түбі мынау сияқты құрғақ болып шықса, онда су құямыз. Осылай тексеремін. Мысалға, менің аглонемам, осы аглонеманың екі түрі бар менде. Екі түрі болғанда, екеуі бір түрде, бірақ екі жаққа горшокқа егіп қойған болатынмын. Өте әдемі, пышный болып өсіп жатыр. Суды кептіріп барып құямын. Енді кептіріп болғанда қатты бүйтіп 100% құрғатып жүрмеймін, себебі астынан жапырақ сарғайтып шөлдейтін әдеті бар. Мынау аглонеманы Red Star ма, сондай сорты. Мынау White сорты өте әппақ, ерекше болып көрінеді. Көбісі осы ақ түсіне, қызыл түсіне қызығады. Екеуін бір горшокқа ексеңіздер де болады. Мынау Мария деген сорты аглонеманың, мынау аглонема Крит деген сорты. Бұл да өте әдемі, жапырақтында жасыл, жан жағында қызыл. Құдайдың өзінің табиғаты жасап қойған түрі. Ал мынау аглонема неліктен сарғайды десеңіздер, осы аглонеманың менің топырағы жеңіл болғандықтан, күн ыстықта терезенің жанында жарық жерде тұратын болатын. Сол жерде суды құйылмай шөлдеп қапты.
қарап қалсам мына жапырақтардың бәрі былай сусырап жатыр. Мына жапырақтары бірден сарғайған жоқ, кішкене сарғайып тұрды. Мен жүгіріп барып су құйдым, аз-аздан су құйып едім, кішкене жапырақтары өз-өзіне келді, бірақ астыңғы 3 жапырағын бірден сарғайтып жіберді. Менің жағдайымда бұл су көп құйылғаннан емес, шөлдетіп алғаннан болды. Обычно суды көп құйсаңыздар да кейде жапырақ сарғаюы мүмкін. Немесе жапырақты қат шөлдетіп алсаңыздар да осылай сарғайтуы мүмкін. Немесе астынан табиғи жолмен қартайып сарғаюы мүмкін. Кейде осындай табиғи жолмен астынан сарғайтып жатады да, орнынан мынандай сарғайып жапырақ түскен жерінен орнынан мынандай отростка, сабақ шығарып жатады. Мына сабағынан шыққан отростка. Мына түбінен тамырынан шыққан отростка болса, мынау сабағынан шыққан отростка. Сондай себептері бар. Қатты шөлдетпейміз. Менде топырағым жеңіл ғой. Агровальт араласқан, сондықтан қатты шөлдетіп алыппын. Оның үстіне қазір күн ыстық болғанға. Ал енді аглонеманың сатылу жайлы айтайын. Мен аглонемаларды көбіне көбейтіп сатпаймын. Себебі көбейтіп сатсам, 1 жылдай уақытым кетеді. Ал аглонемаларды мен көбіне привозной дейді ғой, сырттан алдырып сатамын. Сырттан алдырып сатқанда қалай, бәрі бір мынандай горшокта 3 сондайлар келеді. Соны жеке-жеке осындай кашпоға или транспортировочный горшокқа или мынандай кашпоға бөліп сатамын. Себебі мынандай 3-лік келген кезде бізге қымбатырақ келеді. Жекелеп сатса елдерге қолжетімді болады. Мына Марияда сондай бөлінген, бөліп пересадка жасап қойған. Және бөліп қойғанның бір жақсы жері, бұлар анандай торф сияқты нашар топырақта келеді. Соны кәдімгі топыраққа керек жарағымызды перлит, агровальт араластырып егіп қоямыз. Одан өсіп жаңа жапырақ ашып тұрады. Мынау аглонемам көп келмейтін болғандықтан, редко кездесетін аглонемам түрі болғандықтан, осы аглонемамды кейде көктемде шығарып аламда, мына түбінен шыққан отросткаларын бөлемін де, қайтадан осы горшокқа топырағын ауыстырып егіп қоям. Сөйтіп отросткаларын бөліп сатып жүрмін. Осы аглонемнан кішкене өтіп сатып жүрмін, себебі көп кездесе бермейді магазиндерде. Ал мынау аглонеманы көбіне бөлгеннен гөрі осылай пышный қылып, на полный горшок дейміз ғой, мынандай үлкен горшоктарға егіп сатсам, клиент дайын үлкен гүл іздесе, осындай гүлдерді алады. Ал кейде мынау аглонемамды осы жерінен кесіп, тамырлатып сатып жүрмін. Ол жайлы анық видеолар түсіремін. Алда осы аглонемам тамырлаған видеоларын дайындап жатырмын, отросткаларын. Ал менің парақшама жазылып, көбісі жазылмай қарайды екен. Жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мен қай гүлді қалай сатып жатырмын, әлі мына гүлдерге де кезек келген жоқ. Осылар жайлы да түсіремін. Пока осы бүгін аглонемаларды түсіріп өттім. Бұйырса алда жекелеген тамырын ашқан, топырағын ауыстырған жайлы толық видео саламын. Каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып, қолдау білдіріп отырыңыздар. Астына комментарияға сұрақтарыңыз болса, сұрасаңыздар, жауап беремін. Жақсы, сау болыңыздар.